Сәуір айында бесқонақ, қызыр қамшысы, тобылғы жарған, отамалы деген 4 амал кіреді. Жауын шашынды, желді, кейде боранды осы амалдар өтпей, жайма шуақты күндер басталмайды. Армысыздар қазақ елі. Бүгінгі біздің тақырыбымыз сәуір айы туралы болмақ. Сәуір айы жаңбырының пайдасы жайлы айтамыз. Қадірлі ағайын, видеоны аяғына дейін көріп, пікірлеріңізді төменге қалдыра кетіңіздер және де лайк басуды ұмытпаңыздар. Бұл амалдардың барлығы кәрі қыстың тұяқ серпуі секілді. Қазақтың сәуір болмай тәуір болмайды, сәуір болмай сайран болмас, сайран болмай айран болмас, сәуір болса күн күркірер, күн күркіресе көк дүркірер, сәуір жақсылығына бақса 6 күн, жақсылығына бақпаса 60 күн деген сөздері осы себепті айтылған. Өзімізге жақын мысалды алатын болсақ, сәуір айының 15-ші күні келмей, қаладағы көп қабатты үйлер жылудан ажыратылмайды. Демек, жаз шықты дегенге әлі сенім жоқ. Мұнан ұғатынымыз, сәуір айы табиғатқа ерекше серпін, өзгеше өзгеріс әкелетін ай. Дінімізде сәуір жаңбырының адам ағзасына берер шипасының мол екендігі жөнінде де айтылған. Жыланның уы, балықтың інжуі, тіпті бал арасының балы да осы жаңбыр суынан пайда болады дейді. Ең таза судың сәуір жаңбыры екені өмір тәжірибесімен дәлелденген. Пайғамбарымыздың хадистерінің бірінде мені хақ пайғамбар қылып жіберген Алла тағалаға ант етейін, баласы болмаған ер осы судан әйеліне ішкізсе, Алланың рұқсатымен әйелі жүкті болады деген сөздер бар екен. Олай болса, заманауи медицина сәуір жаңбырын неге қолданбайды? Өйткені олар шәкіртті 6 жыл оқытқанда Құран хадисті қоспайды. Құранмен шипа беретін емшілер туралы айтсаң келеке етеді. Ақылдыға сөз айтсаң аз ойланып біледі. Ақылсызға сөз айтсаң тыңдайды да күледі дегенді осы жерге мысалдап жіберсек, мұнан әрі әңгіме арнасы бұрылып кетер еді. Лингвистердің айтуы бойынша сәуір сөзі араб тілінен енген екен, мағынасы өгіз деген екен. Бізге осы өгіз сөзінің керегі жоқ. Қазақ бұлайды көкек деп атаған. Бұлай аталу себебі көктемнің бір белгісі көкек құсының алғаш шақыра бастайтын мезгілімен байланысты. Бұл айдың өзгешелігі құс үнінің ерекше байқалуы. Кейіндеу біреулер көкек жеңілтек құс, өз атын өзі шақырады, сондықтан осы сөз жағымсыз мәнде айтылады деп, ай атауын арабтан енген сәуірмен ауыстырған. Егер нақтысын айтсақ, бұл ай аты коммунистік идеологияның түкірігі жерге түспейтін замандағы партия басшыларының пәрменімен өзгерген. Апрельде өткен партия пленумын көкек пленумы деп айтамыз ба деп, сәуір деген атауды ендірген солар екен. Шоқан Уәлихановтың пайымдауы бойынша, көкек жағымсыз құс емес, керісінше киелі құс. Бес биенің сабасындай бәйбішелер маймол болады деп, көкек қонған бұтақты алып, сүт құйған сабаға салып қоятын болған. Шындығында көкек өз атын шақырмайды. Ол көк-көк деп дыбыс шығарады. Сол дыбысты қағып алып, оған көкек деп ат қойып жүрген адамдардың өзі. Мысалы, қарғаны да қарқылдаған даусына қарап, қарқ-қарқ деп атағанбыз. Келе-келе сол қарға болып кеткен. Әйтпесе ертекте болмаса, өмірде құстардың өзіне ат қойып жатқанын естіген біреу бар ма? Сулардың ішіндегі ең таза су сәуір жаңбыры. Сәуір жаңбырымен ұйытылған айран жақсы болады, тәжірибесі жасалған. Сәуір жаңбырында суланған киім шірімейді, шаштар төгілмейді. Әсіресе оқылған сәуір жаңбыры Алланың рұқсатымен қояншық ауруына шипа болады, психологиялық ауруларға дауа, тән ауруларына қарсы көп пайдалы. Сәуір жаңбырын алу тәсілі: ыдыс биік жерде қойылады. Жаңбыр тіке ыдысқа түсуі керек. Жылғадан аққан су жарамайды. Қазіргі уақытта ауалас болғандықтан алғашқы жаңбырды емес, екінші немесе үшінші жауған жаңбырды алған жөн. Ауадағы ластық тазаланған болу керек. Сосын суды алғасын сүзіп алып барып қолданады. Енді осы сәуір жаңбырының пайдасы туралы осы тақырыпта дін өкілдерінің айтуы бойынша, бұл сәуір жаңбырының шынымен де пайдасы бар, бірақ оны дұға мен сүрелерді оқып барып пайдалану керек екен. Егер осы дұғаларды өз оқи алмай жатса, қатесіз оқи алатын кісілерге оқытады. Ендеше көктемде жауған алғашқы жауында теберік деп біліп, онымен денесін жуса, немесе ауасы таза жердегілер одан ішсе ағаттығы болмас. Алайда дәл сәуір айындағы жауынға байланысты нақты риуаят кездестірмедік. Қадірлі оқырмандар, ақпарат интернет желісінен алынды. Ал сіз
Сәуір айы жаңбырының пайдасы туралы не білесіз? Не естігеніңіз бар? Төменге пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Және де құрметті оқырмандар, менің каналыма жазылмаған болсаңыздар, жазылып, тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Менің каналымда қызықты деректер, пайдалы кеңестер, танымал адамдардың өмірлері және халық емдері секілді пайдалы мағлұматтар бар. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар. Сіздермен бірге болған Сізге керек арнасы.